أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Дұрыс сөзді болыңыздар дейді. Дұрыс сөз айту деген ауызбен оңай, жұмыста қиын болады. Пайғамбарымыз айтады, 10 адамның 9-ы дозаққа тіліменен кіреді дейді. Тіліменен кіреді. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ екен деп сөйлей береміз. Қазақ халқында әдейі айтылған сөз бар, мың сөйлеген өледі деп. Неге дейсіз бе? Себебі мың сөздің ішінде міндетті түрде жаңыласыз. Жаңылдыңыз ба, өлесіз. Халықта көп айтылады ғой, білесіздер. Мына жиренше бір ханның алдында отырғанда, хан жиреншеге ымдап амандасқан соң басын ұстапты. Сөйтсе жиренше тілін шығарыпты оған. Сөйтсе хан ренжіпті. Ренішін білдіріп басын шайқапты, дұрыс емес дегендей. Сөйтсе жиренше пәленшенің баласы деп қойып қапты ханға қарап. Сөйтсе мына не дейді? Басын алыңдар деп екі жендет шауып келіп қолын қайырып жатса, хан ием, манағы айтқан сөздің мәнісі осы еді ғой депті. Сонда барып, онда босатыңыздар деген екен. Жанында отырған адамдар не болды десе, амандасты хан ием немен. Сонан соң басын ұстап, басқа бәле неден деп айтты дейді. Мен тілімді көрсеттім дейді. Сөйтсем ұнамай дұрыс емес деп басын шайқады дейді. Сонан соң ондай болса, соны сізге көрсетіп берейін дегендей, мен ол кісіге балағаттап едім, бірден басыма бәле туды ғой депті, аяқ астынан. Адам баласы да сол, мың сөйлеген өледі деген сол, осы сөздің мәнінің біреуі осында. Адам өзінің сөзіне берік болмаса, баратын жері ауыр болады. Қазір еркек адамның арасында сөз тасу деген көбейді. Өсек айту, өтірік айту, сөз тасу, жалған сөйлеу. Мұның барлығы адамды дозаққа сүйрейтін істер. Тілге еге болмай, адам өзінің басына еге бола алмайды. Ер азаматты қазақ халқы аз сөзді деп білу керек еді. Арабтың бір шешені айтыпты. Нағыз пайғамбардың тәрбиесін алған сахабаны суреттеп берші депті. Сөйтсе айтқан екен. Сахабаны мен бір жігітке теңеймін. Ол жігіттің үндемегені сөйлегені депті. Қараңызшы. Үндемегені сөйлегені депті. Ал енді сөйлесе не болады ол кісілер? Үндемегеннің өзімен жеткізіп отырады. Бір ишан кісі дүниеден өтіпті. Бір адамдар ұнатпапты ол кісіні. Сынайын деп бір күні 3-4 жігіт жиналып алдына барады ғой. Сөйтіп алдына барып, ана кісіні енді сөзден жаңылдырайын, бір-екі сөз сөйлес екен, сұрақ қойсақ екен деп отыр екен. Намаз оқып болыпты да, ол кісі халыққа бұрылып үндемей отыра салыпты. 5 минут отырады, 10 минут отырады, 15 минут болады, әлгі кісіден бір сөз шықпайды ғой. Үндемей басы салбыраған күйі отыр екен. Сонан әлгі жігіт тығырлап, осы ішіне сыймай, ары-бері қимылдап, бір-біріне қарап, ымдап, мына кісі не болды, неге бері қарап сөйлемейден деп ымдап, қимылдай бастаса да, ол кісі қимылдамапты. Сонан ақыры біреу сөз бастап, сөйлемейсіз ба енді депті. Сөйтсе, ана кісінің екпінінен білген ғой ол кісіні ұнатпай отқанын. Менің үндемегеніме ашуланып отырсын. Сөйлесең не істейтін едіңіз депті. Қараңыз, менің үндемегеніме шыдай алмай отырсыз. Ал енді мен сөйлесем қалай болады депті.
халайық жігіт деген аз сөзді болады, өтірік сөйлемейді, сөз тасып жалған айтпайды, ғайбат сөзден қашады. Бекер отырғаннан көрі тілім жақсы нәрсеге келсін деп отырады. Мына Құранның аяты соны білдіреді. Оқып жүрген кезімізде ұстаздарымның үйлері жақын болды менің оқып жатқан жерімде. Жаныма 3-4 адам жігіттерді өзім сияқты оқып жүрген тәләбаларды ертіп барып зиярат етіп тұрамыз. Бір хадистен сабақ беретін үлкен қария кісі, ғалым кісі бар еді, сол кісінің алдына бардық. Сол кісінің алдына барып, о кісі бізге шайын құйып беріп, жөн сұрасып болған соң, сізге зияратқа келіп едік, бізге бір ауыз сөз айтсаңыз, сіздің уақытыңызды алмаймыз дедік. Аса сұрағымыз жоқ, жай сізді көріп, қал жағдайыңызды білсек болды. Сонан соң енді сіздің уақытыңызды алмайық. Ұялдық енді, ол расында да ол үлкен ғалым кісілер, ол кісілердің жанына енді отыра бергіңіз келеді, бірақ ол отыра берсеңіз уақытта ысырап болады, ол кісіні де жұмыстан қалдырасыз ғой. Сонан енді бір-бірімізге қарай солай дегесін ол кісі, онда сөздердің ұлысы Алланың сөзі, онан қалса пайғамбардың сөзі болады ғой деді да, мына бір сөз бар пайғамбарымыздан деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Сахих Муслимда риуаят еткен бұл сөз, бұл хадисті өзімнің осы ұстазым арқылы имам Муслимға шейін, имам Муслимнің ұстаздары арқылы пайғамбарға шейін жеткізіп беруге болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: сөйлейтін болсаң, хақты сөйле, болмаса үндемей отыр дейді. Бірақ ауыз сөзе, сөйтіп ұстазымыз талдайды. Хақты сөйле дегені, біліңіздер, жақсы сөйле дегені, жақсы сөз, Алла жақсы деген сөз болады. Жаман сөз, Алла жаман деген сөз болады. Жақсы деген нәрселер ол парыз, ол уәжіп, ол сүннет, ол мұстахаб, ол мұбах сөздер. Ал жаман дегені ол харам, макрух, мұстакрах сөздер. Егер сөйлейтін болсаң, парыз сөз айт, уәжіп сөз айт, сүннеттен тұратын сөз айт, мұстахаб сөз айт, тым құрғанда мұбах айт. Бірақ макрух, харам сөзден қашық бол деді. Бұл сіздерге рұқсат деді. Қарасаңшы. Бұл сөзді өмір бақи алып кеттік қой. Енді бұл сөз осы пайғамбардың сөзі, мына Алланың сөзіне тура келіп отыр. Уа иман келтіргендер, Алладан қорқыңыздар, тақуалық етіңіздер, және сөздеріңіз дұрыс сөзді болсын. Дұрыс сөз деген сөз қандай сөз десеңіз біліңіз, амалыңызға дұрыс келетін сөз. Сөзіңіз бір бөлек, ісіңіз бір бөлек болмасын. Ішіңіз бір бөлек, тысыңыз бір бөлек болмасын. Шындық деген ол сыртта да, іште де бірдей болатын зат. Сыртта бір шындық, іште бір шындық болмайды ешқашан. Солай ететін болсаңыз, Аллах сіздің ісіңізге береке береді. Молда имамдарға да келіп тұратын шығар. Маған да келіп тұрады сондай адамдар. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, молдеке, ісім жүріспей жатыр. Бір дұға оқып беріңіз, ісім жүрісіп кетсін дейді. Бәрекелді. Ісіңіз жүрмей жатса, міне, Құранда не дейді? Біреуі Алладан қорқасыз, екіншісі тіліңізге еге боласыз. Болды, ісіңіз жүрісіп кетеді. Өзінен өзі жүріп кетеді.